Assalamualaikum dostlar, қалайсыздар, аман есенсіздер ма? Достар, енді бүгін біз Чемпиондар Лигасының ойындарына тағы да тоқталатын боламыз. Енді кешеде біраз жақсы ойындар болды. Соған енді біз тоқталамыз. Сіздер болса әрине лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал енді видеомызды бастайық. Маңызды ойындарды айтатын боламыз. Енді қызық емес ойындарды өткізіп тастайтын боламыз. Мысалға енді қызық емес ойындардың бірі Интер және Спарта Прага арасындағы ойын. Бұл ойында енді Интер жеңіске жетуге лайық болды және жеңді. 12-ші минутта Лаутаро Мартинес есепті ашады. Сонымен ойынның тізгіні барлығы осы Интер клубында болды және осы 3 ұпайды Интер клубы алып кетті. Ойынды бақылап қарайтын болсам, Интер клубына осы бір гол ғана жететін болды және көп шабуылдар ұйымдастырған жоқ. Бір голдан кейін тек қана допты ұстап жүрді. Бұл ешқандай бір қауіпті сәттердің бірі болған жоқ. Енді қақпаға соққылар айтатын болсақ, Спарта Прага 10 рет бағыттаған, ал Интер 12 рет бағыттаған екен. Ал енді дәл соққылар 2-4 Интердің пайдасына. Содан кейін әрине Селтик және Young Boys арасындағы ойын. Бұл да бір қызықты болмады деп айтылған. Негізінен екі жақта гол салмады. Соңында енді Young Boys сендер бізде гол соқпасаңдар, біз сендерге бір голды сыйлыққа бере салайық деп Young Boys'дың Бенито деген ойыншысы 86-ші минутта автогол жасап алады. Соның арқасында енді Селтик 3 ұпайды алып кетеді. Енді Реал Мадрид және Red Bull Зальцбург туралы сөйлесетін болса, Реал Мадрид кеше ірі жеңіске жетті. Есеп 1-1. Родриго дубль жасады, Винисиус Джуниор да дубль жасаған болатын және Килиан Мбаппеден бір гол көрдік. Енді бұл ойында айтатын мен Реал Мадрид бұл команданы жейтіні анық. Енді бұл санделі енді Барса клубы емес. Барса болғанда бір Реалды шайнайтыны анық. Ливерпуль клубы емес, енді қиын емес. Бұл жеңіл клубтарды әрине Реал Мадрид клубы шайнамай жұтатыны анық және ойыншылардың барлығы өте керемет көрсете алды. Ойынның үздік ойыншысы әрине Винисиус Джуниор екен. Менің ойымша бұл ойында Родригоға берілген дұрыс па деп ойлап қоймын. Родриго өте керемет деңгей көрсетті. Джуд Беллингемнің 2 пасын голға айналдырып тастады. Екінші голы шедевр кірген болатын. 20-ші минутқа дейін Red Bull деген Реал Мадридқа қысым көрсету ғана жерде. Ойбай, мына Red Bull'дың өзі қысым көрсетіп отыр. Реал Мадрид не істейді екен деп ойлап атқанда, Реал Мадрид клубы әйтеуір жеңіске жетті. Енді оған себеп әрине ойынның себебі. Сіз клубы Лилдан да қадал, Лил деген клубтан да қадалып қалған болатын. Енді сол қайталана ма деп едім. Реал Мадрид оған жол қойған жоқ және жеңіске жетті. Енді Реал Мадридқа сәттілік тілейміз. Бәрібір Чемпиондар Лигасының королі дейді. Енді осы клубты рас па өтірік па? Оны әрине комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Айтпақшы, енді кешегі ойында Винисиус көтем сары қағаз алады. Енді бұл симуляция жасайды, пенальти алып келем деді ма, қандай оймен жасаған білмейміз енді. Бірақ енді көкем те ақылды ма білмедік. Бірақ енді төреші оған қараған жоқ және сенікі симуляция деп сары қағаз берілістер. Қалай ойлайсыздар? Сары қағаз дұрыс па, дұрыс емес па? Өз ойларыңызды әрине комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің ойымша енді осы ойында Винисиус сайқымазақ сияқты өнер көрсетті. Реалдың ойыншылары барлығы өте керемет деңгей көрсетіп жатыр. Енді Винисиус болса абыройдың бәрін құртып, сары қағаз алып жүр көкем. Енді Винидің бір жақсылығын айтып қояйық. Енді Реал Мадрид үшін 100-ші голын салған екен кеше, 99-ші және 100-ші голын салған. Реал Мадридтағы 100-ші голы құтты болсын енді. Ал енді жаңалығымызды жалғастыра берсек. Милан және Жирона арасындағы ойынға тоқталатын болсақ, әрине бұл ойында Милан клубы фаворит болды және жеңді. Рафаэль Леау 37-ші минутта гол салды. Содан кейін әрине ешқандай гол көрген жоқпыз. Енді білеміз, Милан клубы итальяндық клубтар көбінесе Чемпиондар Лигасына аз гол салады және автобус қойып ойнайды. Енді бұл Италия лигасының ойындарында дәл солай деп ойлаймын. 1-0, 2-1 есептермен жеңіске жетеді және Чемпиондар Лигасында да дәл солай. Негізінде менің ойымша Италия лигасы ойындары бір қызық емес сияқты. Итальяндық клубтар бір скучно дейді ғой, солай скучно өнер көрсетеді. Қазіргі уақытта енді Милан 7 ойын өткізген және 15 ұпай жинапты. Бұдан кейін тағы бір айтатынымыз, келесі ойында жеңіске жететін болса, әрине 3 ұпай алатыны анық және осы топ 8-лікті ішінде қалады. Милан өзі жақсы өнер көрсетіп жатыр және тәртіпті балдар сияқты өнер көрсетеді. Милан келесі ойын әрине Чемпиондар Лигасында Динамо Загребтің үйіне барып өнер көрсетеді. Динамо Загреб білеміз өте әлсіз клубтардың бірі. Баварияның өзінен 9 гол өткізіп алған. Енді керемет нәтиже. Ал Миланға тоқталатын болсақ, Милан Реал Мадридқа қарсы ойында білесіздер 1-3 есеппен жеңіске жетеді Сантьяго Бернабеуде. Енді сол топ 8-лікте қалуға өте үлкен септігін тигізеді деп айтыламыз. Енді сол Миландан жеңілген Реал Мадрид болса, әлі де топ 8-ге кіре алмай әлек болуда.
Сіздер негізі байқайсыздар ма, осы Чемпиондар Лигасында итальяндық клубтар аз голдан салып минимальный шоттармен жеңіске жетеді. Енді бір 3 ұпайды алып кететін клубтардың бірі. Өткен ойында енді Милан Ювентустың үйіне барып 2-0 есеппен жеңген болатын. Енді 3-4 ойындардан бері бір тең нәтиже ойында бір зорға жеңіп жүрген. Енді Жиронаны жеңе алады деген ойда едік және Жиронаны жеңе білді. Ал енді келесі ойын Бавария туралы сөйлесетін болсақ. Бавария клубы кеше Фейнордтан 3-0 есеппен жеңіліп қалды. Енді бұл Бавария үшін өте ұят деп ойлаймын. Неміс машинасы не істеп жатыр, неміс Феррарisi дейма, неміс машина дейма. Бұлардың деңгейі қазіргі уақытта жаман. Чемпиондар Лигасында енді Барсадан бір 4-1 есеппен қадалып қалғаннан кейін Баварияның ойыншыларында бір мотивация жоқ шығар. Білмедім енді. Топ 8-ге кіре алмай жатыр қазіргі уақытта Бавария клубы. Қазіргі уақытта турнирлік кестеде Бавария 15-ші орында тұру не деген сұмдық мынау. Ал 16-ші орында Реал Мадридпен тең ұпай жинап жүр. Ал ана Фейнордтың өзі Манчестер Ситимен тең ойнаған Фейнордтың өзі 11-ші орында тұр. Және ұпайларды жақсы деп ойлаймын. Бавариядан бір ұпай көп. Компанияды негізінде ерте алып қойған жоқ па? Осы Бавария клубы Гвардиоланың шәкірті деп алған еді. Гвардиоланың өзі де қазір қатырып жатқан жоқ енді Манчестер Ситиде. Енді ойыншылар жарақат алып жатыр. Ал енді Баварияға не жетпей жатыр? Ана Харри Кейннің қарғысы ұрып жатыр ма? Қалай жалпы? Харри Кейн трофей алуды кейінге қалдырып жатыр. Не мынау деймін де енді. Бундеслигада енді жағдайлар жақсы, бірақ Чемпиондар Лигасында жолы болмай жатыр. Және алдыңғы ойындарда білеміз, енді Вольсбургқа қарсы ойындары 3-2 есеппен зорға жеңген болатын Бавария клубы. Байқап жатсаңыздар, енді осы Бавария Чемпиондар Лигасында өзінің үйінде жақсы өнер көрсетеді. Ал қонаққа барса ойнай алмай қалама, қалай жалпы. Енді осы туралы өз ойларыңызды әрине комментарияға қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Енді осы маусымда мен Бавариядан еш нәрсе күтпеймін. Ал енді Манчестер Сити және Пари Сен-Жермен арасындағы ойынға тоқталатын болсам. Пари Сен-Жермен енді өз алаңында Манчестер Ситиді жеп тастады десек те болар. Бірінші таймда енді Манчестер Ситиді мүлдем көрген жоқпын. Екінші таймда енді Манчестер Сити 2 гол салды, одан кейін 4 голды патыр-пұтыр төбелес болатқан сияқты голдарды өткізіп алды. Мен енді Пари Сен-Жерменді мұндай деңгей болады деп ойламам. Негізіне білесіздер, өткен видеода айтқан болатынмын. Менің ойымша Манчестер Сити фаворит деп. Енді Манчестер Сити еш нәрсе істей алған жоқ, оны мойындау керек. Өзімнің клубыма еш нәрсе ақтап алмаймын. Енді Манчестер Сити бәрібір енді жеңіліске лайық болды және жеңіле білді деп ойлаймын. Қорғаушылар ана жақта жаман шатасып жатыр. Ана Абдукадир Хусановты неге шығармайды десеңіздер, Абдукадир Хусанов Чемпиондар Лигасындағы плей-оффқа шыққан 1-8 ойындарына өнер көрсетеді. Осы Чемпиондар Лигасының 8-ші турында да өнер көрсете алмайды. Қазіргі уақытта енді турнирлік кестеде Манчестер Сити 25-ші орында тұр. Келесі ойында ерде жеңетін болса, 100% енді плей-офф ойындан өткізіп, енді 1-8-ге жақындайтын анық. Ерде келесі ойында жеңілетін болса, Манчестер Ситимен осы жылы Чемпиондар Лигасында енді қоштасатын боламыз. Бірінші таймға енді тоқталатын болсақ, әрине бірінші таймда Хакими гол салады. Осы жерде Нуно Мендештің аяғы тізесі офсайдқа шығады. 1-2 мм болады. Содан кейін ол гол офсайд деп бекітіліп, енді офсайд деп гол саналмаған болады. Ал екінші тайм басталады. Манчестер Сити сәл оянған сияқты болды. Жақсы өнер көрсете бастады. Кейін Грилиш гол салды. Одан кейін Эрлинг Холланд та алға шыға бастады. Эрлинг Холланд гол салғанға біз өзінде қуанып кеттім. Жақсы өнер көрсетіп жатыр деген ана жақта Манчестер Ситиді жеп тастайды. Мына жақта Холландтың өзі де еш нәрсе істей алған жоқ. Менің ойымша енді Холланд өзінікін жасады. Ана Бернардо Силвады енді топтан айырылып жатыр. Жартылай қорғаушылар не істерін білмей жатыр. Ана Кевин Де Брюйне болса адасып қалған қой сияқты өнер көрсетіп жатыр. Бірінші таймда енді Савио ойнады. Білеміз, Савиода енді ойыншы шығады. Бұл сол жақта еш нәрсе қатырмағаннан кейін әрине Грилиш шығады. Грилиш болса голды салады. Гол салғаннан кейін енді осы жылғы бір жылдан астам бір гол салмай жүрді. Енді осы маусымдағы екінші голын салып жатыр Грилиш. Пари Сен-Жермен клубында енді айта кетейін, осы Пари Сен-Жерменде Баркалия деген ойыншы өте керемет деңгей көрсетіп жатыр. Негізінде ол Баркалия, Мбаппе бар кезде оң жақта да ойнады, оңдықтың рөлін атқарды. Мбаппе кеткеннен Баркалия сол жақта өнер көрсетті, өте керемет деңгей көрсетіп жатыр. Ойбай-ай, мына жақта енді мен ойлап қалдым, Кварацхелия не үшін алды, Хвича не үшін алдым. Хвичаға қара бірдеңелер көрсетіп жатыр енді, как дос сияқты. Бірақ енді Баркалия өзінікін Хвичаға бермей дау деп жатырмын енді. Енді
осы Хвиче үшін Баркалияны оң жаққа қойып қинамаған дұрыс деп ойлаймын. Paris Saint-Germain клубын негізінде Баркалияның ойыны маған қатты ұнады. Килиан Мбаппеден кем өнер көрсетіп атқан жоқ. Ойынды да жүргізеді, жылдамдық бойынша да барлығы осы Баркалияда бар екен. Ал тағы бір ойын енді Арсенал және Динамо Загреб арасында ойын 3-0 есеппен енді осы Арсенал клубы жеңіске жетті. Енді барлық ойындарға тоқталым деп ойлаймын. Енді бір-екі керек емес ойындарды айтпадым. Олар сіздерге қызық емес деп ойлаймын. Ал достар, біздің жаңалығымыз осы. Енді арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді астына Telegram каналымды белгілеп кетемін. Соған да тіркелуді ұмытпаңыздар.